Армысыздар әнмен өмірін сәндеткен көрермен. Сіздерге қазақ әндері жобасы аясындағы отбасымызбен бірге ән шырқайық атты айдары кезекті шығарылымын ұсынып отыр. Әннің де естісі бар, есері бар деп Абай атамыз айтқандай, есті ән ұйықтап жатқан жүректі оятады. Жүрек қылын тербеп, адамға түрлі ой салады. Адамды қанаттандырып, жүрегін ізгілікке бөлейді. Ән көңілдің ажары, өмірдің базары, сонымен қатар ән мәңгілік. Олай болса, бүгінгі шығарылымды мәңгілік шырқалатын әнмен бастайық. Тамаша той туғанмен қанатырса, сол кезде жанында сен жан отырсаң, тамаша жерсе бүкіл көл басында, тұнықта балық аулап балық тұрсаң, тамаша жерсе бүкіл көл басында, тұнықтан балық аулап балық тұрсаң, тамаша жүрегіңді құстамаса, қаржалы жан-жағынан қыстамаса, тамаша емес бірақ та ол, жайттен кеткен көрек ұстамаса, тамаша емес бірақ та ол, бір мезгіл кеткен көрек ұстамаса. Біздің қоғамда отбасы әрқашан рухани және мәдени дәстүрлердің сақтаушысы, түрлі буындар арасының жалғастырушысы болып келеді. Тәрбиенің бастауы ыстық ұя. Біз құраппыз ата-ана үлкен дария. Ғылым білген тағзым етер. Отбасы ошақ асы, ол жанұя. Құрметті қазақ елі, бүгін біздің отбасынан ән сәлемді қабыл алыңыздар. Ақтының ағызайық, әннің майық, жас дәурен шалқып жатқан айдындайық. Астымнан алтынырдың шыққан даусың, жепсеген құлағынан қалқағайды. Ақ-ау гүлдер айым, күмбен айым, ұшарға қанатым жоқ неғылайым. Ақ-ау гүлдер айым, күмбен айым, ұшарға қанатым жоқ неғылайым. Бүгінгі шығарылымға қатысқан Фазылбековтар отбасы мен Ғафуровтар отбасына үлкен алғысымызды білдіреміз. Осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Еліміздің тарихи тұрмыс тіршілігінен сыр шертетін сарқылмас мол мұра ән өнерін жаңғырта береді. Еліміз аман, деніміз сау, заманымыз тыныш болсын.